бір көп қой, айырылғанымыз көп қой. Өзіңіз көзіңіз көрген ақсақалдар бар мысалы. Мисал үшін мен бір нәрсеге пұшайман болам. Біз уәдеге берік қалығы, уәдеден тайдық. Мен ішімнен шыққан балам, өзіне қатысты іс болмаса, берген уәдесінде тұрмайды. Ол балам басқаға не істейді? Жәнден бұл жалғыз жарым мінез емес екенін де жақсы білем. Демек, біздің халықтың бұл ең бір ұлы құндылықтарының бірі. Әрбірден соң Құранды өзінің моральдық этикалық нормасына бұрып алған мынандай мәтел бар. Құдайдың 1001 аты бар, бір аты уәде дейді. Емесі уәде Құдайдың аты дейді. Қазақ даласына келген 19 ғасырға дейінгі, 20 ғасырға дейінгі сыртқы этнографтар бірақ нәрсеге таңғалады. Өте ірі тағдырлы істер тек қана уәдемен шешіле береді бұл далада дейді. Қазір уәде беріп тұрып, көзіңді бақырайтып тұрып, ол аздай-ақ саған қолхат жазып беріп тұрып, сені қақпанға түсіріп кетеді ғой. Осындай құндылықтарды санап тауыса алмайсың, жоғалтқан. Өте көп. Әсіресе біздер, мынау менің қатарларым, қос күндік ұрпақ. Біз жаңағы қаймағы бұзылмаған ауылдың, көшпелі өмір салттың соңғы түтінін иіскеген ошағына жылынған ұрпақпыз. Одан кейін жаңа қоғам, жаңа жүйемен беттестік. Біз салғастыру арқылы ненің жоғалғанын, нені жоғалтып отырғанымызды өте қатты сезінетін ұрпақпыз. Бұл ретте біз өзіміздің халықтың тамаша, аяулы, асыл қасиеттерін көмескілеп бара жатырмыз. Тағы да қайталап айтам, үлкен мемлекеттік деңгейде тамаша шаралар жасалып жатыр. Ел болу үшін, мемлекет болу үшін, ұлт болу үшін. Бірақ осы салада мән беріліп жатқан қимылды мен сезбеймін. Мен жоғары оқу орнында сабақ беремін қазір. Біздің білім мазмұнында жоқ бұл. Қалай? Мұны кез келген білімнің мазмұны болады. Бірінші курстың, екінші курстың, үшінші курстың, я болмаса бірінші сыныптың, екінші сыныптың өзінің білім мазмұндары, білім деңгейлері болады. Білім мазмұндарының ішінде біздің ұлттық ділімізді, менталитетімізді сақтауға, ұштауға, жетілдіруге бағытталған білім жоқ, мазмұн жоқ. Керісінше басқа құндылықтар бел алып жатыр онда. Біздің төл табиғатымызға жат құндылықтар бел алып жатыр. Демек, бұл өте терең сезіну арқылы тегеурінді қимыл жасайтын өрістеріміздің бірін сен сөз етіп отырсың. Ал мұның бәрі мұны советтік дәуірде әбден жолға қойылып, әлі солының инерциясымен келе жатқандықтың белгісі ме? Әлде советтік дәуір кезінде дегенмен бір қарсы күрестер болып, кейіннен барып осыдан тантырап айырылып қалды? Бұл жаңағы алғашқы айтқан уәжінің жөн жобасы бар. Совет заманында не керек еді? Елдің басшыларының, қоғамның қандай болу тетіктерін білетін басшының керек жоқ еді. Тек шаруашылық басшысы керек еді. Біздің Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін осы үрдіс, осы бір жаман әдет әлі жалғасып келе жатыр. Біздің мемлекетіміздің басында отырған басшыларымыз, біздің министрлеріміз әсіресе сала-сала тетіктерге тізгініне ие болып отырған. Олар өзінің саласының шаруашылығының қалай жүруін өте жақсы біледі. Бірақ мемлекеттік құрылысты жетілдіруді, мемлекеттік құрылыстың аясындағы ұлттың төлтумалығын сақтап қалудың, мына жаһанданудың ұлы нөпірінде ұлтқа араша түсудің мүлде тетігін білмейді. Бұлайша айтқанда, мемлекеттік тұлғалар емес, шаруашылықтың ғана тұлғалары. Совет заманындағы негізгі ұстаным болған осы әдет әлі күнге дейін сүйретіліп бізде қалмай келе жатыр. Біз әлі күнге дейін министрлерді өзінің саласын жақсы білген үшін, экономиканы дұрыс дөңгелеткен үшін, ақшаны жақсы есептей алған үшін ғана қоямыз. Бірінші басымдық қасиетті соған береміз. Олай емес. Бірінші басымдық қасиет ұлт болмысын қалай біледі?
мемлекеттің мемлекет болып, және де ұлттық мемлекет болып сақталып қалу үшін қай тетікті басуды біле ме? Осындай критерийлер жетіспейді. Біздің министрлеріміздің 90% елім аянын білмейді. Бұл өте символды мысал. Елім аянын білмеу, ол ұлтты білмеу. Өкінішке орай бізде осы бір талғамсыз дәстүр ел тағдырын тапсыратын азаматтарға қатысты ескерілмей келе жатыр.